кодекс Куманиксті қазіргі қазақтар оқыса да түсіне береді дегендей. Бұған айтарыңыз қандай сіздің? Дұрыс Бұл не енді. ерекшелікті көрсетеді бұл? Жоқ, бұлай. Негізі бізде Бешті Қыпшақ деген атау пайда болған. Бұны парыстар, біздің соғды парыстар қойған атау. Дашты деген дала деген Сахара. Қыпшақ даласы, Қыпшақ даласы деген. Қыпшақ даласында кімдер болды? Қазақ хандығын кімдер болды? Арғын, Айман, Адай, Албан, Жалайыр. Көрдіңіз бе? Әрбір ру тайпалар, іргелі. Солар неге Қыпшақ дейсіздер? Бізді Қыпшақ деп атады еді ме? Сырттан аталған. Не үшін Қыпшақ деп аталған? Өйткені Қыпшақтар о заманда Украина донда болатын. Оларды половец деді, печенек деді. Кейбіреуді Куман деді. Кодекс Куман дегенде сол қазақ тілінің бір тармағын зерттеп жүрген ғой, содан қалған. Шетіндегі. Мына ортадағы тілдер қайда? Көрдіңіз бе? Бір тілмен сөйлескен. Сондықтан күмән жоқ. Бұл тіл Қыпшақ тілі ме? Бұл тіл Қыпшақ тілі деп атала ма? Енді мына жалпы Қыпшақ тілі дегеніміз не аға? Қыпшақ тілі деген біздің тілімізді айтып отыр. Біз өзімізді Қыпшақ деп атаған жоқпыз ғой. Біз қазақ деп атадық. Тұра тұрыңыз енді. Неге қазақ? Осы жерде түсіндіріп көрсеңіз. Мәселе қандай? Тілдің даму сатыларында. Егер Алтай тілдері деген үлкен теория бар. Теория емес, ол нағыз теорияда басында сөйтіп жүрді. Өйткені Даниэль Готлиб, мистер Шмидт, Йоганн Таберт Штраленберг деген патшалық Ресейдің тапсырмасын Сібірді зерттеді. 17-18 ғасырда. Сібірді зерттей бастағанда мына түрік тілдерінің табиғатын түсіне бастады. Бұлар бөлек сөйлейді. Содан көне түрік жазуында табады, Урона жазуды солар атап кеткен. Мен соған келеміз. Содан бұлар моңғол тілдерін зерттеген, манжур тілдерін естіген. Одан кейін ғалымдар бәрі зерттеді. Бұл теорияны Густав Йохан Рамстед деген 12 тіл білген, Жапонияда елші болған Финляндияның ғалымы бар. Сол Алтай тілдерін салыстырма грамматика деген жазады. Одан кейін Николас Поппе деген Ресейдің Петербургдың үлкен ғалымы, ол да 12 тілді білген. Не білді? Түрк тілін, манжур тілін, жапон тілін, бәрін Алтай тілдерін білген. Солар бұл тілдер туыс болған дейді. Алтай деп атайтын себебі де сол. Алтай өйткені бүкіл Евразиялық көшпелілердің орталық алаңының тауы. Сонымен атаған ғой. Әйтпесе оны басқаша атауға да болады дейді. Өйткені орталықта болғаннан кейін жақсы. Осыдан тарады деп есептеген. Шынымен де одан емес. Сол кеңістікте бәрі жайылып жүрген көшпелі түрік тектес, моңғол тектес, манжур тектес ру тайпалар.